Қыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін біз міне осындай салмағы 2 килограмм шығатын медовый торт дайындаймыз. Дайындалу тәсілі өте тез. Қазір бізде пропитка жасалды. Дайыма, бісміллә. Воздушный қараңыздар. Нежный, өте нәзік, үлпілдек. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Жей беремейсіз, мен уже видео басталғалы бері жартысын бәрін жеп қойған. Ал енді торттың жасалу жолына келер болсақ, мен бұл торт үшін заварной крем қолдандым. Сол себепті 1 литр сүтті жылытуға газ плитаға бірден жібердім. Ал енді бөлек ыдыста 2 жұмыртқаны, кукурузды крахмалды және де қантты араластыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң газ плитамыздағы сүтіміздің жартысын құямыз. Сұйықталған массамызды қайтадан плитадағы сүтімізге қосамыз. Венчиктің көмегімен орташа отта массамыз қоюланбайынша араластыра береміз. Заварной кремнен бөлек осындай 2 түрлі кремді қолдансаңыздар болады. Ол біріншісі 20% 800 грамм сметананы 150 грамм шекермен араластырып крем жасасаңыздар болады. Тағы да классикалық крем, сливки, творожный сыр және сахарный пудраны араластыру арқылы крем жасасаңыздар болады. Біздің креміміз қойыланды. Қыздар, міне осындай консистенцияда болу керек. Крем нежный болу үшін қатты қойылатудың керегі жоқ. Себебі крем өзі су барысында қойылана түседі. Бетін қаясып қалмау мақсатында пищевой пленкамен немесе пакетпен жауып бір шетке қойып қоямыз. Ал енді коржына кірісейік. Коржына біз 1 шай қасық соданы балымызға араластырып бір шетке қойып қоямыз. Ол реакцияға түсем дегенше 5 жұмыртқаға шекер араластырып миксерлеп аламыз. Ауалы масса, яғни пышная масса болғанша миксерлей береміз. Ақ түсті кішкене сондай бір масса бізде пайда болады. Сол мезетте 70 мл сұйық майымызды қосамыз. Және де сода араласқан біраз тұрған балымызды қосамыз. Массамызды бір араластырып алып, ең соңында ұнды қосамыз. Осымен біздің тестамыздың коржы дайын. Противенге 2 бөліп пісіріп аламыз. Бірінші противенге жартысын, екінші противенге массамыздың жартысын қоямыз. Дайын болған корждарымызды дәл ортасынан 2-ге бөлеміз. Шет жағасының формасы түзу болу мақсатында кесіп тастаймыз. Және де сол кесілген корждарымызды жеп қоймаймыз. Олардың барлығын бір ыдысқа жинай береміз. Соңында бізге сәндеу үшін керек болады. Ал осымен біз корждарымызды әдемілеп, түзілеп кесіп алдық. Арасын қараңыздаршы, қандай пористі болып піскен. Енді ең оңай қалды. Тортты креммен араластырып тұрып жинау. Әр коржыға мен 5 қасық кремнен пайдаландым. Егер сіздер өте жұмсақ торттарды жақсы көретін болсаңыздар, сүтпенен пропитка жасасаңыздар болады. Арасына жаңғақ қосаңыздар болады. Неше түрлі жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Алдыңғы бізде қалып кеткен корждарды мен блендерден өткізіп майдалап алдым. Сол арқылы тортымды осындай шұңқырлау ыдысқа салып сәндеп алдым. Мінекей осымен біздің тортымыз дайын болды. Салмағын айтып кеткенде 2 килограмм 200 грамм енді тарелканың салмағы. Бұрын менде медовый торт жасау үшін 5 сағатым кететін еді. Әрбір коржға бұл метод ең оңай методтердің бірі. Дәл осы тестаны жұқа медовик қалайтын болсаңыздар, жұқалатып тұрып, домалатып тұрып жасауға да болады. Бұл теста универсальный. Бастысы оқтаумен жайып отыруды қажет етпейтін теста. Тез қойып, жағып пісіре қоямыз болды. Осымен біздің уақытымыз үнемделеді. Рецепт пайдалы болды деген үміттемін. Пайдалы болған болса, лайк, комментария жазып кетсеңіздер өте қуанышты болар едім. Келесі видеода Құдай қаласа аман есен жолыққанша. Назарларыңызға көп рахмет.